Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздерге асыл тұқымды альпі тұқымы жайлы оларға толық шолу жасайтын боламыз. Біз бүгін қазір сіздерге альпі тұқымды ешкінің 4 түрін көрсетеміз, жасына қарай. Жалпы альпі тұқымды ешкі ең алғаш Францияда шығарылған. Нақты Франция, Италия не болмаса Швейцария екендігі дау туғызатын сұрақ осы үш елдің бірінде. Бірақ біз Франция дейтін себебіміз қазір әлемдік деңгейде ең көп ешкі өсіретін ел Франция болып табылса, және сол Франциядағы ешкілердің 90%-дан астамы осы альпі тұқымды ешкілер екен. Өздеріңіз көріп отырсыздар, альпі тұқымды ешкінің ерекшеліктері, оның түр-тұрпаты ең алғашқы, кейіннен түсі. Жалпы альпі тұқымды бір түсте болмайды. Альпі тұқымды ешкілер жалпы түрлі түсті болып келе береді. Негізінен екі түсті, не болмаса бір неде үш түсі болады. Яғни мысалға қара, сары, ақшылдау түс араласқан. Осы үш түстен, кейде екі түстен, ал жалпы осы альпі тұқымды ешкіні 8 түрге бөледі. Түсіне қарай 8 түрге бөлуге болады. Бұл тек мынандай өзінің түр-тұрпатына қарай, түсіне қарай бөледі 8 түрге. Біздің алдымызда қазір бірінші лақ. Бұл альпі тұқымды лақ. Бұл лақтың аты киік. Киік деген лақ. Осы альпі тұқымды лаққа қарап отырып, сіздер бірден осының ерекшеліктерінің арасында ең бірінші көрінетіні түзу және үшкір келген тұмсық, және құлақ, тұрып тұратын құлақ. Тұрған кезінде, құлағы тұрған кезінде бір, қалай айтса болады, бір антен сияқты болып тұрады. Бұл лақта мүйіз болмайды, табиғи мүйізсіз лақ болады, ешкі болады, мүйізсіз ешкі болады, бұйыртса Алла жазса. Альпі тұқымды ешкінің негізінен көпшілігінде мүйіз болады, көп түрінде. Және де бұның да занин ешкісі секілді, бұның да белі ұзын. Жалпы айтқанда бір омыртқа артық дегенде не бар? Түсінік бар. Белі ұзын, бір омыртқа артық және сүтті болып келеді. Қазір біз осы альпі тұқымды ешкінің келесі шыбышы жайлы шыбышын көрсететін боламыз. Шыбыштың есімі Египет. Египеттің байқап тұрсаңыздар, бір құлағы сырға таққаннан сынған болғанда, бір құлағы салпандап болғанда, онысы біз сырға тағуға мәжбүрміз. Өйткені бізде ешкінің саны санау несіне деңгейінен асқаннан кейін сырға тағуға мәжбүр боласыз. Ал егерде ешкінің санаулы ғана ешкі болатын болса, саусақпен санарлы ешкі болатын болса, негізі сырға тақтырмауға да болады екен. Яғни сырғасын қолыңызға алып қоясыз. Бұл сауылмаған болғандықтан, әлі шыбыш сауылмаған болғандықтан, осындай сәл асаулау мінезі бар. Және альпийский ешкінің байқасаңыздар, мынандай жон несіндегі жүні сәл ұзындау болады, және оның түсі басқашалау болып келеді. Мысалға түсі өзінің денесіндегі түсі сары болса, жондағы жүні қара болып. Осындай ерекшелігі бар. Және занин тұқымды ешкіден альпі тұқымды ешкінің тағы бір айырмашылығы қысқа және суыққа төзімділігі. Жүнінде дәл анау не сияқты, занин сияқты тықыр емес, тықыр болғанмен де астында сәл де болсын түк болады. Альпіде түк болу ол білдірмейді, яғни таза емес деген білдірмейді. Тіпті таза ғана альпілердің өзінде астында түгі болады, жүннің астында. Бұл альпі деп өзі аты айтып тұрғанда суыққа сәл төзімдірек болып келеді. Келесі альпийский ешкі, тағы да альпийский тұқымды қойшы, Мадонна. Бұл Мадонна. Бұл ешкінің аты Мадонна. Бұл бір туған ешкі, әлі жас, бір рет лақтаған. Қазір лактация мерзімі шамамен наурыз айында болған болса, қазір 6 айлық лактация мерзімінде уақытында тұр. Бұл ешкінің ерекшелігі жон несіндегі жүні ұзындау. Кейбір альпі ешкілерінде моншағы болуы мүмкін мойында. Жалпы
альпа ешкі былай қарағанда бұның күніне қанша сүт береді деген сұрақ, бұл альпа ешкілерге, жалпы ешкіге меніңше қойылмауға тиісті. Не себептен болғанда лактация мерзіміне, яғни сау мерзіміне қарай қойылуға тиісті. Мысалы қазақы ешкілер тіпті арасында сүт түсі бар, 2 литр береді, 2 литр сүт береді, бірақ оның мерзімі сау уақыты қысқа. Яғни аз мерзімде су алып кетеді, одан кейін сіз одан сүт шығара алмайсыз. Ал альпа тұқымында мұндай мүлдем болмайды. Мынау қазір 6 ай бойы сауылған кезіндегі желіні. Және желін туралы айтатын болсақ, кеш, камераға. Желін туралы айтатын болсақ, бұл ешкінің, альпа тұқымды ешкінің мүмкін арасында барша, бірақ мен әлі кездестірген жоқ мұны жаңағыдай желіні, тас қатты желін болғанын. Ангор ешкілерде көбіне кездеседі, жаңағыдай желіні жұмсақ болғанмен шығатты болады, я мысалы былай қатты болады. Ал альпа тұқымды ешкілерде қатты желіні болған мен әлі кездестірген жоқпын. Мүмкін болатын шығар, болмайды деп анық айта алмаймын, бірақ желіні өте жақсы. Бұл қазір сен қанша сүт бересің? Біз аппаратпен сауамыз ешкілерді. Сондықтан да бұл ешкі меніңше қазір бір сауғанда 1 литрден, 1,5 литрден, 1,5 литрден анық асады, бір сауғанда. Кешкі сауғанда 1,5, таңертең сауғанда 1 литр беріп жарсың, солай ма? Мадонна? Солай сүт бересің бе сен? Жалпы сонда тәулігіне қазіргі 6 айында, 6 ай лактациясында бұл осылай сүт беріп тұр. Бұнда басты ескере кететін жайт, бұл бірінші тума. Бұл бірінші тума ешкіге жаман емес көрсеткіш. Желінінің көлемі де, желінінің жаңағы ұстаған кезде, я болмаса аппаратқа сауған кезде де, ұстаған кезде де бұлай қатты жұмсақтығы да, бұл өте жақсы. Яғни өзін-өз ұстауы да адамға бұлай альпа ешкілер занин ешкіден қарағанда адамға қатты жақын болмайды. Тағы бір ерекшелігі. Занин ешкі адамға өте қатты жақын болады. Оны кейінірек айтамыз, занин ешкіге шолу жасаған кезде. Ай, ойнақ. Қорқытасың, ойнақ кет бар. Занин ешкіге шолу жасаған кезде оны айтатын боламыз кейінірек. Ал жалпы альпа тұқымды ешкінің адамға қатты жақын бола бермейді. Және де адамнан қатты күтімді да қажет етпейді. Өте адамға келіп, занин ешкілер секілді сүйкеніп, бір зат сұрап, я болмаса бір тәтті сұрап, басқа нәрсе сұрап, ондай мінезі жоқ. Сәл өзінің мынандай табиғи, былайша айтқан жабайылығын сақтаған десек те болады. Олардың қаны соған келеді, адамға ондай қатты жақын емес. Дәл занин ешкідей емес. Қош жасамыз көрімдермен. Осымен біздің альпа тұқымды ешкілерге жасаған шолуымыз аяқталды. Біз альпа тұқымды ешкі жайлы өз білгенімізді айттық. Осыған айта кететін, қосатын өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, өз ойларыңыз болса, астында осы видеоның төменгі жағында комментарийға жазып қалдырыңыздар. Жақсы мәліметтер сіздерден күтеміз. Кім ешкі ұстайтын болса, ешкі ұстайым деушілерге қосымша пайдалы болсын. Және альпа тұқымды ешкінің бағалары жайлы айтатын, бағасы өте құбылмалы. Мен өткенде осы асыл тұқымды ешкінің несі жайлы, бизнесі жайлы видео жасаған болатын. Сол видеода айтқан болатын, ешкінің жалпы 3 түрлі несі бар, бизнес түрі бар деп. Сол кезде анықтап айтып кеткен болатынбыз сіздерге. Әдемі ешкі емес, сүтті ешкі ұстау керек деп. Ойнақ, тысырлатпа.
мінекей. Барынша сүтті ешкі алуға тырысу керек, әдемілікке емес. Осымен бүгінгі біздің альпы тұқымды сүтті ешкілерге жасаған шолуымыз аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Егер де осы видео сізге ұнаған болса және пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнаға тіркелулеріңізді сұраймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ғылым және ауыл арнасы.